Ветеринариялық медицина негізгі мақсаты осы жұқпалы аурулармен күресу, соларға балау, алдын алу шараларын жүргізу. Енді біз студенттерге осы инфекцияға ауыр балаудың лабораториялық әдістерін үйретуге тырысамыз. Енді болашақ олар ветеринариялық лабораторияларда жұмыс істеуге мүмкіндігі бар. Ветеринария мамандығын егер таңдаған болсаңыздар, осы аграрлық университетке келіп, осы мамандықтың қыр-сырын меңгеруге шақырамыз. Сіздерге әрқашан білім беруге әрқашан дайынбыз. Жануарлардың патологиялық анатомия сабағы. Патологиялық жануарлардың анатомиясы бізде өте қызықты сабақтардың бірі болып табылады. Біздің университетте білім алуға студенттер үшін мүмкіндіктер өте көп болып табылады. Медицина адамды емдесе, ветеринария адамзатты емдейді демекші. Мен осы мамандықты таңдағаныма өте қуаныштымын және де өз мамандығымды мақтан тұтамын. Ветеринария мамандығы бойынша білім беріп жатқан университетіме ризамын.